Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Мен Гүлназ дәрігер. Бүгін біз өте қызықты және ғылыми дәлелденген тақырып туралы сөйлесеміз. Жыныстық өмірдің гормондарға 5 пайдасы. Көп адам жыныстық өмір мен гормондардың байланысы туралы білмейді. Гормон бұзылды деп дәрі іздейді. Ал шын мәнісінде ең табиғи, ең тиімді гормондық реттеуші жыныстық өмір екен. Бүгін мен сізге осыны дәлелдеймін. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. Жыныстық өмір кезінде қандай гормондар бөлінеді? Олар денсаулыққа қалай пайда береді? 5 нақты пайда ғылыммен дәлелденген. Және осы пайдаларды максималды алу үшін не білу керек? Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен жыныстық өмір кезінде денеде қандай гормондар бөлінеді? Бұны жалпы түсіну маңызды. Жыныстық қозу кезінде дофамин бөлінеді. Оргазм кезінде окситоцин, эндорфин, пролактин бөлінеді. Тұрақты жыныстық өмір кезінде эстроген мен тестостерон деңгейлері реттеледі және кортизол, стресс гормоны азаяды. Осы барлық гормондардың өзгерістері денсаулыққа тікелей пайда береді. Бірінші пайда эстроген деңгейі реттеледі. Тұрақты жыныстық өмір эстроген өндірісін ынталандырады. Гипофиз безі белсенді жұмыс жасайды. FSG гормоны аналық бездерге бұйрық береді. Аналық бездер эстроген бөледі. Эстроген деңгейі қалыпты болса не болады? Цикл тұрақты болады. Итеккір ауырсынуы азаяды. Жыныс жолы ылғалды болады. Жыныстық қатынас ыңғайлы болады. Тері серпінді болады. Шаш жақсы өседі. Сүйек тығыздығы сақталады. Яғни жыныстық өмір бұл табиғи эстроген терапиясы. Дәрсіз. Климакс кезінде эстроген төмендейді, сондықтан климакс белгілері пайда болады. Ыстық толқындар, ұйқы бұзылуы, жыныс жолының құрғауы. Зерттеулер бойынша климакс кезінде де тұрақты жыныстық өмірі бар әйелдерде эстроген деңгейі жоғарырақ болады. Климакс белгілері жеңілірек өтеді. Бұл өте маңызды жаңалық. Екінші пайда. Тестостерон деңгейі артады. Тестостерон тек еркектердің гормоны емес деп бұрын айттым. Әйелдерде де болады. Және өте маңызды. Тестостерон либидоны, энергияны, бұлшық еттінің, сүйек тығыздығын реттейді. Жыныстық өмір тестостерон деңгейін қалай арттырады? Жыныстық белсенділік аналық бездер мен бүйрек үсті бездерін ынталандырады. Олар тестостерон бөледі. Неғұрлым жиі жыныстық белсенділік болса, соғұрлым тестостерон деңгейі жоғары болады. Зерттеулер бойынша тұрақты жыныстық өмірі бар әйелдерде тестостерон деңгейі жоғарырақ болады. Нәтижесінде либидо жоғары, энергия мол, бұлшық еттіні жақсы сақталады. Салмақ бақылауы оңайлайды. Жыныстық өмір болмаса, тестостерон деңгейі біртіндеп төмендейді. Либидо азаяды, шаршағыштық артады. Бұл шеңбер. Жыныстық өмір болмаса, тестостерон азаяды, либидо азаяды. Жыныстық өмір одан да аз болады. Бұл шеңберді бұзу керек. Үшінші пайда. Окситоцин бөлінеді, стресс азаяды. Окситоцин сүйіспеншілік гормоны. Оргазм кезінде үлкен мөлшерде бөлінеді. Окситоцин не істейді? Кортизолды, стресс гормонын тікелей азайтады. Кортизол азайса не болады? Гормональды тепе-теңдік қалпына келеді. Себебі кортизол жоғары болса, ол эстрогенді, тестостеронды, прогестеронды бәрінде басады, бұзады. Яғни стресс гормондарымыздың ең үлкен жауы. Ал окситоцин стресске қарсы табиғи қару. Жыныстық өмір арқылы бөлінетін окситоцин гормональды жүйені стресстен қорғайды. Бұдан басқа окситоцин иммунитетті нығайтады, ұйқыны жақсартады, алаңдауды азайтады, депрессияға қарсы. Яғни бір ғана оргазм бірнеше пайда береді. Тізбетті реакция сияқты. Төртінші пайда дофамин мен серотонин бақыт гормондары реттеледі. Жыныстық қозу кезінде дофамин бөлінеді. Дофамин мотивация, қуаныш, ынталану гормоны. Оргазмнан кейін серотонин деңгейі артады. Серотонин тыныштық, бақыт, қанағат гормоны. Осы екі гормон бірге не береді депрессияға қарсы? Антидепрессанттарда дәл осы гормондарды арттырады. Мотивация артады. Өмірге деген ынта жоғарылайды. Тамақтану бұзылыстарынан қорғайды. Дофамин тамаққа деген тәуелділікті азайтады. Ұйқы жақсарады. Серотонин мелатонинге айналады. Зерттеулер бойынша тұрақты жыныстық өмірі бар әйелдерде депрессия белгілері айтарлықтай аз кездеседі. Бұл тікелей дофамин мен серотонин байланысына негізделген. Бесінші пайда. Прогестерон деңгейі реттеледі. Оргазмнан кейін пролактин бөлінеді.
Пролактин тыныштық, релаксация сезімін береді, ұйқы тудырады. Бірақ одан да маңыздысы тұрақты жыныстық өмір прогестерон деңгейін реттеуге жәрдемдеседі. Прогестерон цикліңіздің екінші жартысындағы негізгі гормон. Ол эндометрийді дайындайды, жүктілікті қолдайды, ПМС белгілерін азайтады. Прогестерон жеткіліксіз болса, ПМС күшейеді. Етек кір алдында ісіну, тітіркенгіштік, жылағыштық болады. Цикл тұрақсыз болады. Тұрақты жыныстық өмір прогестерон өндірісін ынталандырады. ПМС белгілері жеңілдейді, цикл реттеледі. Бонус, 6-шы пайда. Инсулин сезімталдығы жақсарады. Жыныстық өмір, физикалық белсенділік, бұлшық еттер глюкозаны пайдаланады. Инсулин сезімталдығы артады. Инсулин резистенттілігі СПКЯ-ның диабеттің негізі. Тұрақты жыныстық өмір инсулин сезімталдығын жақсарту арқылы СПКЯ белгілерін жеңілдетуі мүмкін. Бұл жаңа зерттеулерде дәлелденіп жатыр. Маңызды ескертулер. Бұл пайдалар тұрақты, стрессіз, ыңғайлы жыныстық өмір кезінде болады. Мәжбүрлі немесе ыңғайсыз жыныстық өмір керісінше кортизолды арттырады, зиян тигізеді. Жыныстық өмірде екі жақтың да ынталануы, қауіпсіздігі, ыңғайлылығы маңызды. Сонда ғана гормональды пайда максималды болады. Сонымен қатар жыныстық өмір гормональды ем алмастырмайды. Гормон деңгейлері клиникалық төмен болса, дәрігерге барыңыздар. Жыныстық өмір тек қосымша профилактикалық жол. Қорытынды айтайын. Жыныстық өмірдің гормондарға 5 пайдасы. Бірінші, эстроген деңгейі реттеледі. Цикл, тері, сүйек жақсарады. Екінші, тестостерон артады. Либидо, энергия, бұлшық ет жақсарады. Үшінші, окситоцин бөлінеді. Кортизол азаяды. Гормональды тепе-теңдік қалпына келеді. Төртінші, дофамин мен серотонин реттеледі. Депрессияға қарсы, мотивация артады. Бесінші, прогестерон реттеледі. ПМС азаяды, цикл тұрақталады. Бонус, инсулин сезімталдығы жақсарады. Жыныстық өмір бұл тек рахат емес. Бұл гормональды денсаулығымыздың табиғи реттеушісі. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар. Комментарийде жазыңыздар, гормондар туралы қандай сұрақтарыңыз бар. Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Гормондар туралы білу денсаулықты сақтаудың бастамасы. Келесі видеода жыныстық өмірдің иммунитетке 5 пайдасы туралы айтамын. Сонда кездескенше аман болыңыздар, денсаулықтарымыз мол болсын. Мен Гүлназ дәрігер, қайта кездескенше.